Так, бұл сабақта біз кулон заңына қатысты тест кітапшасында келіп жүрген бір есепті шығаратын боламыз. Сонымен есептің берілгенін оқиын. 1 микрокулон және 10 нанокулон зарядтар ауада өзара 9 миллиньютон күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтықты табыңыз дейді. Бұл жердегі К пропорционалдық коэффициенті бізде тең болады дейді. 9 көйілген 10-ның 9 дәрежесіне. Енді бізде физикада білеміз. Берілген жазамыз. Так, бірінші заряд бізде Q1 тең болады 1 микро, так, жазайын, микро Q. Q2 бізде тең болады 10 нанокулон. Нанокулон. Және де олар өзара әрекеттеседі мынандай күшпен. Күштің несі белгілені бізде F. Тең болады 9 миллиньютон. Және арақашықтықты табыңыз. К болса да жоғарыда көрсетіліп тұр мәні. Арақашықтық бізде R деген әріппен белгіленеді. Енді қарайық, мына жерде барлығын халықаралық жүйеге келтірейік. Микро деген оның минус 6 дәрежесі. Бірді кез келген санға көйтсек өзі шығады. Бірді жазудың қажеті жоқ. Оның минус 6 дәрежесінде кулон деп жазсақ болады. Енді нано деген ол 10-ның минус 9 дәрежесі. 10-ның өзі жазамыз, көбейту деймізді, наноны жазамыз. Нано деген ол минус 9 дәреже. Мұнаның құрг өзі қандай санға тең болады, соны жазамыз. И өлшем білігін жазамыз. Кулон. 9 миллиньютон тең болады. 9 көбейткен милли дегенді білеміз, ол минус 3 дәреже. Ньютон. Енді мына жерде қарайық. Мұнаның 1 дәреже қояды, 1 дәреже деген жазылмайды. Оның 1 дәрежесі қосылған, оның минус 9 дәрежесі. Тек дәрежелер қосылады. Сонда 1 дәреже минус 9 дәреже қосылса не болады бізде? Минус 8 дәреже болады. Сондықтан оның бәрін қысқартып, біз бірден жазсақ болады. Минус 8 дәрежеде. Сонда жазайық. Мына жерде қалатын бізде. Оның минус 8 дәрежесінде кулон. Енді бізде кулонның күшін жазуымыз керек. Кулон күші тең болады К көбейтілген немесе бөлшек Q1 заряд және Q2 зарядтарын көзіміз бөлінген R квадрат. Енді мына К деген бөлшек бөлімді жазып негізі әдем болсын деп негізі мұнда тұрады. Ол бәрібір қайда жасады. Просто кейбір оқушыларына белінде тұрған бұл нағана әріп деген түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан К төбесіне көбейтіп тұр деп есептесек болады. Енді мынандай формуланы айналдыруымыз керек. Мына R квадрат не істейді? Бөлшектің бөлімінде бөліп тұр. Бөліп тұрса не істейді ол? Теңдіктің келесі бетіне өту үшін көбейтуге өтеді. R квадрат бөлшек, ona бөлшек бөлімде тұр. Бұнда бізде қалатыны F көбейтілген R квадрат көбейтілді. Мына жақта қалатыны үстіндегілер қалады. K, Q1 көбейтілген Q2. Енді бізде R квадрат табу керек. Мына F-ті теңдіктің келесі бетіне өткізу керек. F R квадратқа көбейтіліп тұр, яғни келесі бетке өту үшін ол не істейді? Бөлу болып барады. R квадрат тең болады K, Q1, Q2 бөлінген F. Бөлу болып барады. Егер осындай есептерді көп шығарсаңыз, сіз бірден білесіз, R квадрат пен F-тің орнына ауысып кететінін. Бірден ауыстырып жаза бересіз. Енді мына R квадратты қалдырмас бұрын, квадраттан бұрын аяқта түбірге алайық. Квадрат түбір. Осы дұрыс болады бізде. Тең болады. Болды, енді формула дайын. Есептеу ғана қалды. Бөлшек тұсамыз, түбірді соңынан қоямыз. Бізде К-ның мәнін білеміз. Жоғарыда көтеріп қойған. 9 көйілген 10-ның 9 дәрежесі. Көйілген Q1. Q1 жаңа жаздық біз. 10-ның минус 6 дәрежесі. Көйілген Q2 10-ның минус 8 дәрежесі. Бөлінген F. F бізде көрсеткен ол 9 миллиньютон. Не болмаса 9 көйілген 10-ның минус 3 дәрежесінде ньютон. Осының барлығын жалпы түбірдің астына аламыз. Мына бөлшектің бөліміндегі 9 мен алымдағы 9 қысқарады. Енді қосамыз. Минус 6 плюс минус 8 дәреже. Қанша дәреже болады? Минус 14 дәреже болады. Минус 14 дәреже плюс 9 дәреже. Қанша болады? Минус 5 дәреже болады. Минус 5. Енді астындағы минус 3. Астындағы минус 3. Неседі? Үстіне плюс 3 көп шығады. Бөлшектің алымдағы таңба кер таңбамен шығады. Дәрежелер. Плюс 3 тұрса минус 3 дәреже болып шығады. Минус 3 тұрса плюс 3 дәреже болып шығады. Біз түбірді ұмытпаймыз. Енді минус 5 дәреже, 3 дәреже екеуін қоссақ минус 2 дәреже алады. Оның минус 2 дәрежесі. Оның минус 2 дәрежесін түбірден шығаратын болсақ, тура 2-ге бөлініп жатыр. Оның минус 1 дәрежесі бар. Мысалы, мына жерде енді математикада өтілетін сабақ, сонда да жазып берсем, мысалы түбір астында оның бір 8 дәрежесі деп тұрайық.
тұрсын. Бұны түбірден шығару үшін 8-ді 2-ге бөлеміз. 10-ның 4 дәрежесі болып шығады. Мысалы 10-ның минус 6 дәрежесі түбірдің астында тұрса, минус 6-ны 2-ге бөлеміз, минус 3, 10-ның минус 3 дәрежесі болып шығады. Бұл енді математикада, біз математика сабағында бұл бәрін түсіндіреміз. Минус 2-ні 2-ге бөлеміз, минус 1. 10-ның минус 1 дәрежесі. Ал минус 1 дегеніміз 0,1. Мына санның алдында 1 тұр бар. Түсінікті ғой, бұл 0,1. Бұл өлшем бірлігі метр болады бізде. Барлығын халықаралық көліктер жүйесіне айналдырдық. Ара қашықтықты тапқан кезде ең соңында жауабы метр болады. 0,1 метр және жауабына қарай соларды айналдырамыз. 0,100-ден 1 сантиметр дейді, дұрыс емес. 0,100-ден 1 метр дұрыс емес. 10 сантиметр дейді. Бұл әрине не? Дұрыс. 10 сантиметр деген дұрыс. Бұны былай түсіндірсем болады. 10 сантиметр. Сантиметр тең болады. Санти деген сөз, ол минус 2 дәреже деген болады. Мына 10-ның өзін жазамыз. Тең, енді 10-ның өзін жаздық. Сантидің орнына біз не жазамыз? 10-ның минус 2 дәрежесін жазамыз. 2 дәрежесін жазамыз, және метр, білеміз, метр өзі орында тұр. Минус 2 дәреже плюс 1 дәреже нешен береді? Қайтадан 10-ның минус 1 дәрежесін береді. Және өлшем бірлігін жазамыз. Қайтып келді ғой, мына нәрсе келді. Сондықтан 10 сантиметр деген есептің жауабы бола алады. 0,1 сантиметр ол тым аз, 10 метр көп. 1 сантиметр дегенде келмейді. 0,1 метр жауапта тұр. 100 сантиметр деген ол тең 1 метр болып қалады. Сондықтан келмейді есеп жауабына. Яғни бізге бүгінгі есеп түсінікті болса, тағы қандай есептерді шығара алмадыңыз, соны комментке жазыңыз, түсінбеген тақырыптарды. Біз каналға видео ретінде шығаратын боламыз. Егер сабақ ұнаған болса, лайк баса кетіңіз, және де басқа да физика математика пәндерінен барлық видеолар топтамасы керек болса, мына WhatsApp нөмірінен шықсаңыз болар. Сонымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.